أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Bizler Lavaqih Anvarul Qudsiya fi Bayani Uhudil Muhammadiyya kitabından 18. dersке keldik. 18. ders 15. vasiyet. Al-Ahdul Khamisa Aşara 15. vasiyet fil muhafazati ala azkaril wudu. Дәрет алған кезде арнайы айтылатын зікірлер бар. Алла елшісінің хадистерінен келген, Алла елшісінен бізге жеткен дәрет алған кезде айтатын зікірлер бар. Осыны сақтау, яғни зікірлерді сақтау. Үнемі осы зікірлерді дәрет алғаннан кейін айтып жүру. Осыған қатысты өсиет. Ухида алейна ал-ахдул ам мин расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Алла елшісінен біздерден жалпы өсиет алынды. Жалпы серт алынды. Ан-нуазиба аля азкарил вуду'ил варидати фис суннати. Сүннеттерде, хадистерде келген дәрет кезінде, дәрет алып жатқан кезде айтылатын зікірлерге үнемі тастамай айтып жүру. Вала натрукаха фи вуду'ин вахидин. Ешбір дәретті және осы зікірлерді тастамауымызға. Ва нақулаха би худурин таммин. Және осы зікірлерді толық бір шынайы ықыласпенен айтуымызға. Ва настахдира маасия kulli udwin inda ghuslihi. Қараңыздар, осы жерде өте маңызды бір мәселелердің біреуін айтып жатыр шейх. Біз дәрет алып жатқан кезде, бір ағзамызды жуып жатқан кезде, сол ағзамыздың жасаған күнәсін істеп тұруымыз керекпіз, есімізге түсіріп тұруымыз керекпіз. Дәрет деген біз күнделікті жасап жүргенде жай ғана барып қол жуасап, бет жуаса алатын нәрсе емес. Оның сырлары өте көп. Қазір мына жерде шейх айтатын болады иншалла. Дәрет алып жатқан кезде, мысалға қол жуып жатқан кезде, жүзіңізді жуып жатқан кезде, аузыңызды шайып жатқан кезде, осы әрбір ағзаның жасаған күнәларын еске алып тұру өте маңызды. Уанатуба минха мa'al ghusli. Және осы ағзаларды жуып жатқан кезде сол күнәлардан тәубе етіп отыру үнемі. Неге? Бұның өте бір үлкен сыры бар. Қараңыз. Лиятхура батинуна бит-таубати ва захируна bil-ma'i. Өте маңызды. Қараңыз. Біз дәрет алып жатқан кезде сыртқы ағзаларымыз сумен тазарғандығы сияқты ішкі жан дүниеміз де күнәлардан тазару үшін. Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадистерінде келеді. Адам баласының есік алдында өзен болса, және сол өзенге 5 уақыт шомылып жататын болса, оның бойында бір кір қала ма дейді. Жоқ дейді. Дәл сол сияқты намаз дейді. Дәл сол сияқты бұл не? Дәрет те сол сияқты. Дәрет алып жатқан кезде, сіз бейне бір сумен ағып кетіп жатқан кезде тәубе етіп жатсаңыз, ішкі күнәларыңыздың ішкі ластықтардан да тазаланып жатасыз, және сыртқы ластықтардан да тазаланып жатасыз. فَكَمَا لَا تَكْفِي طَهَارَةُ الْبَاطِنِ عَنِ الظَّاهِرِ فَكَذَلِكَ لَا تَكْفِي طَهَارَةُ الظَّاهِرِ عَنِ الْبَاطِنِ. Өте маңызды нәрсені айтты. Қараңыздар. Ішкі тазалық, сыртқы тазалықсыз ешқандай пайда бермегені сияқты дейді. Қараңыз, өте жақсы нәрсені айтып жатыр. Қазір кезде адамдар айтады ғой, менің жүрегім таза, мен намаз оқымасам болады. Мен жүрегім таза, ананы істемесем болады. Мен ешкімге күнә жасаған жоқпын, мен ешкімге бір қиянат жасаған жоқпын, болды, осы жеткілікті дейді. Ішкі тазалық, сыртқы тазалықсыз жеткіліксіз деп отыр. Яғни менің ішім таза, болды, мен амал етпеймін деуге болмайды. Дәл сол сияқты сыртқы тазалық, ішкі тазалықсыз жеткіліксіз деп отыр. Яғни сырттан барлығын жасайсыз, дәрет аласыз, намаз оқисыз, ораза ұстайсыз, барлық нәрсені жасап жүрсіз, бірақ ішіңізден ешбір күнәңізден тәубе етпейсіз. Немесе барлық күнәларды жасап жүрсіз. Қазір көп қой, мысалға, намазхандар, намаз оқитын адамдар арақ қойылған жиынға да бара береді, өтіргенде айта береді, жаңағындай мәміледе бір-бірінде жаңағындай сауда-саттықта алдай береді, барлық күнәні жасай береді. Бірақ өзі намаз оқып жүрді. Ол пайда бермейді ол адамға. Сыртқы тазалық, бірақ іш лас болса пайда бермейді. Дәл сол сияқты іш таза болғанымен сырт лас болса ешқайсысы пайда бермейді. Екеуі қатар таза болу керек. Сол үшін дәрет алып жатқан кезде біздің сыртымыз тазаланып жатыр. Сонымен бірге ішімізде тазалану үшін дәрет алып жатқан кезде осы әрбір ағзамыздың жасаған күнәсін еске алып, соны тәубе етіп отыруымыз керекпіз сол күнәдан. Кама ашара илейхи амруху саллаллаху алейхи ва саллама ал-мутаваддиа биш-шахадатайни. Қараңыз, ұлы ғалымдар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям әрбір хадистерінен үлкен ишараттар табатын болған.
Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам дәрет алған адамға шахадатайни, яғни кәлима сөзін, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла сөзін айтудағы бұйрығында осы ишара бар дейді. Қараңыз. Неге сіз бірінші дәрет аласыз да, сосын кейін дәрет алып болғаннан кейін артынан кәлиманы айтасыз. Яғни кәлима шахадан айтасыз, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла айтасыз. Соның сырын қазір айтады. Қараңыздар. Фәиннәл маа ютахиру захира. Өйткені ол дәрет алған кезде су оның сыртқы жағын тазалады дейді. Ва шахадатайни. Ал енді кәлима сөзі, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла сөзі дәрет алып болғаннан кейін ютахирани әл-батина, адамның ішкі жан дүниесін тазалайды дейді. Қараңыздар. Енді қараңыздар, бұл жерде қандай мағына бар, қандай хикмет бар. Фәкәәннәл мутаваддиа әсләмә исламан жадидан ва таба ан зунубихи. Яғни бейне бір дәрет алған адам қазір қайтадан жаңадан исламға кіріп, бұрынғы күнәларын барлығын тастап, болды жаңа өмір бастаған сияқты. Яғни сіз 5 уақыт күніге 5 рет дәрет алған кезде, болды мен күнәларым барлығын тастадым, мен тәубе еттім, мен жаңа өмір бастадым, барлығын жаңадан күнәсіз өмір бастадым десеңіз, сіздің өміріңіз керемет болады да, көрдіңіз бе? Сіздің міне шынайы Раббыңызға жақындауыңыз осы жерден болады да. Кама таба ман аслама ан занбил куфри фафхам. Яғни кезінде мұсылман емес болып жүріп, кейін кәлима шахадан айтып, ислам қабылдаған адам бұрынғы күпірлік күнәсінен тәубе етіп, жаңадан исламға кірген адам сияқты, бұл адамда дәл сол сияқты деп жатыр. Міне дәрет алдым, барлық қазір сыртқы ағзамды мен тазаладым, дәл сол сияқты ішкі жан дүниемді де тазаладым, тәубе еттім. Міне Раббым, мен өзіңнің алдына келдім, намаз оқиын деп жатырмын. Болды, мен барлығын тастадым. Міне бұның сыры осында да, бұның хикметі осында. وقد روى مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. إمام مسلم және имам Абу Дауд және имам Ибн Мажа риуаят еткен хадисте қайсы бірің дәрет алып және дәретте толық алатын болса, ثم يقول, сосын дәрет алып болғаннан кейін былай айтатын болса, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Осы сөзді жаттап алу керекпіз. Өте маңызды. Осы сөзді жаттап алып, әр дәрет алып болған соң осыны айтып жүруіміз керекпіз. Өйткені қараңыз, қайсы бірлердің шарты, Алла елші не деп жатыр? Бірнеше шарттар қойып жатыр. Біріншісі дәрет алу. Қайсы бірлерін дәрет алсаңдар. Екіншісі дәрет алып болғаннан кейін дәреттің өзінде не істеу керек? Толық дәрет алу керек. Яғни дәрет алу және дәретті толық алу. Сосын дәрет алып болғаннан кейін үшінші осы сөзді айтсақ, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулуху. Сонда бізге Алла Тағаланың сыйығы не болады екен? Илля футихат лаху абуабул джаннати самания. Оған міндетті түрде, қараңыз, Алла елшісі айтып жатыр. Ешқашан өтірік айтпайтын, Раббысы тарапынан бізге хабар жеткізетін Алла елшісі айтып жатыр. Оған жәннаттың 8 есігі ашылады деп жатыр. Қараңыз. Бізге жәннат қажет пе? Міне осыған амал етейік. Ядхулу мин аййиха шаа. Қалаған есігінен кіретін болады дейді. Қараңыздар. Не деген керемет, не деген ғажап. Және бұл жерде үлкен ишара бар. Осы амалға әрекет еткен адам, және тастамай үнемі осыған амал еткен адам, ертең оның өмірінің соңы, яғни өлімі өте керемет, жақсы болатындығына ишара. Яғни ертең ол исламмен, иманмен дүниеден өтетіндігіне үлкен бір белгі бар да. وزاد في رواية أبي داود ثم يرفع طرفه إلى السماء ثم يقول. Ал енді кімнің, біз жаңа бұл хадис үш имамның хадис жинақтарында келді деп айттық. Имам Муслимде, Абу Дауудте және Ибн Мажада. Абу Дауудтың риуаятында көзін аспанға қаратып, көтеріп, сосын барып осы дұғаны айтса деген сөз бар екен. وزاد في رواية له. Ал енді имам Абу Дауудтың басқа тағы бір риуаяты бар осыған қатысты. Қараңыздар, өте көп болған қатысты риуаяттар. Ба'да қаулихи ва расулихи. Яғни қараңыз, жаңа біз осы сөз айттық. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله деп айттық. Осы сөзден кейін اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين деген сөзді қосқан екен. Демек біз қайсы дұғаны жаттауымыз керекпіз? Дәрет алғаннан кейін أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
осы сөзді жаттап алып айтып жүруіміз керекпіз әрбір дәрет алғаннан кейін. Және дәрет алып жатқан кезде сол әрбір күнәмізді еске алып, содан тазаланып жатқанымызды және содан тәубе етіп жатып дәрет алатын болсақ, қандай халде болады екенбіз? Бейне біз барлығын тастап, жаңадан бүкіл күнәмізден арылып, Раббымызға жаңа өмірмен, жаңадан Раббымыздың алдында тұрғанмен бірдей боламыз да. Өйткені намаз деген ұлы нәрсе. Намаз деген ұлы нәрсе. Ал намаз дәретсіз болмайды. Ал дәреттің хикметіне де Раббыңның алдына сіз лас жүрекпен барып тұра алмайсыз. Алдыңғы біз өсиеттерде айттық қой, Раббысының құзырында болған адам қандай халде болу керек? Ол өте таза болу керек. Бірақ соның шарттарының біріне дәрет алған кезде біз толық тазаланып, Раббымыздың құзырына бара жатқанымызды түсінуіміз керекпіз да. والأحاديث في أذكار أعضاء الوضوء وبعد الوضوء محررة في كتب الفقه والله أعلم. Және бұдан басқа дәрет алған кездегі, дәрет алып жатқан кезде айтылатын зікірлер бұл фиқх кітаптарында айтылып кеткен. Аллаху алам, яғни сол жерден қарап алу керек деп айтып жатыр. Енді бұған қатысты имам Науауи былай деп айтқан сөзі бар. Яғни дәрет алып жатқан кезде бізде әрбір ағзаны жеке жуып жатқан кезде айтылатын дұғалар бар. Бізде тіпті Ханафи мазхабында да, басқа мазхабтарда да әр ағзаны жуып жатқан кезде айтылатын зікірлер бар. Бірақ бұлардың ешқайсысы хадистерден алынбаған. Имам Науауи сөзін нақты айтып кеткен. Бірақ бұл дұғалардың барлығы үлкен ғұламалардан, муштахид ғұламалардан бізге жеткен нелер, дұғалар. Яғни бұл ғұламалардың, ғалымдардың айтып кеткен. Яғни осыны қолды жуып жатқан кезде осыны айтсаң жақсы болады, мынаны істеп жатқан кезде, бетіңді жуып жатқан кезде мысалы мына дұғаны айтсаң жақсы болады деген. Бұлардың барлығы хадистен емес, бәлки ғалымдардың айтып кеткен сөздері. Және оған амал етудің ешқандай зияны жоқ, бәлки бұл жақсы амалдардан. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керекпіз. Бұлар сүннет осы, Алла елшісі айтқан деп ондай бір сенімге бармауымыз керекпіз. Өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтпағанда айтты деу, ол үлкен күнәлардың бірі де. Осында біз түсінуіміз керекпіз. Дұрыс, яғни бұл зікірлерді айта берсек жақсы. Бірақ не істемеуіміз керекпіз? Бұл Алла елшісі айтқан, бұл осы деп айтпауымыз керекпіз. Яғни имам Науауидің осындай бір керемет айтып кеткен ишаралары бар екен. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك